Армысыздар, құрметті өмір тамаша арнасының көрермендері. Бүгінгі сапарымызда сіздердің назарларыңызға есімі алты алашқа танымал Алашахан кесенесі туралы ұсынбақпын. Сырт бейнесі қызыл кірпіштен, асқан шеберлікпен масаты кілемдей қаланып, іші ешбір ескерткіштерде кездесе бермейтін күмбезді портал стилінде тұрғызылған Алашахан кесенесі ерекше сәулет өнеріне жатады. Орналасқан жері Қарағанды облысы Ұлытау ауданы, Қаракеңгір өзенінің оң жағында Малшыбай ауылынан 2 шақырым қашықтықта. Алашахан тарихымызда кім болғаны, қай заманда өмір сүргені туралы зерттеушілер бүгінгі таңда бірнеше аңыздар мен болжамдарды алға тартады. Соның бірі ретінде қазақтың дара тұлғасы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың шежіре мәтінінен Алашахан ұлы Жошы хан әңгімесін оқып берейін. Бетпақдала жолында Таңбалы Нұра деген жер бар. Сонда тасқа басылған таңбалар бар. 300-дің баласы қазақтың таңбаларында талас болса, сол тасқа барып қарасады. Алашаханның тұсында басылған таңба деседі. Мұнан бұрын сағымнан пайда болған Шыңғыс хан да 92 баулы қыпшаққа таңба үлестіріп, ұран қойып берген деседі. Алашаханның тамы Қаракеңгірде, өзеннің күн батысында, Ташкент, Түркістан ұсталары жасаған күйдірілген қыштан салынған. Өзінен қалған нәсіл тұқым жоқ. Жалғыз баласы Жошы бала күнінде аңға шығып, аты құланмен елігіп, желігіп, бала атын ие болуға тоқтата алмай, жығылып, аты сүйретіп өлтірген. Сонда қасында бірге шыққан жігіт желеңі ел бетін көре алмай қашып, зым-зия жоғалып кеткен. Аңға кеткен бала келмеген соң хан да, жұрт та түсінген. Бұл бала енді жоқ болды, кімде-кім баламның өлімін естіртсе, басын аламын деген. Сонда бір Кетбұқа деген домбырашысы бар екен. Күй тартады екен. Бір күн домбыра тартқанда, домбыраның күйімен баланың өлгендігін сездіріпті. Алашахан Жошы хан, ақсақ құлан жосыған, құлан теуі бөлтірдау, бұйрығын ақтан келтірдау, деп тартады дейді күйді. Хан тұрып, Кетбұқам, сенің домбыраңның дауысы бұзылдау. Біліп отырмын, сен домбырамен айтып отырсың. Алашахан Жошы хан, ақсақ құлан жосыған, мен кеше кісі болмасам, ханның жалғызының жайрап қалғандығы дәл келеді осыған, деп ханның аузынан шыққанда жұрт шулап қоя берген. Алдияр, тақсыр, өз аузыңыздан естідік деп. Сол уақыт құлан шуы делінген екен. Малдың балалап, аңда, малда төлін төгіп жатқан кез. Хан жарлық қылды. 4 түлік малды баласынан айырсын. Жаңа туып жатқан жас төл енесіне жамырамасын. Хайуан да мендей аза тұтсын. Өзі ас су ішпей, төсегінен басын көтермей теріс қарап жатып алыпты. Өзі қара қылды қақ жарған әділ екен. 2 даугер келсе, ұйқыда жатса, шошып оянады екен. Ас ішіп отырса, аяғын жерге қоя салады екен. Сол 2 даугердің көңілін даулатпай, ішкені ас болмайды екен. Бірде ханымы кіріп келіп, тақсыр, есік алдында 2 даугер келіп тұр депті. Дауы не екен, сұрадың ба депті. Сұрадым. Біреуі бөтен жұрттың жолаушысы екен де, біреуі өзіміздің күнде көріп жүрген жамбас екен. Жолаушы ұзын жолға кетіп бара жатқан, қайтарымда алармын деп, жонбасқа ат басындай алтын аманат қалдырып кеткен екен. Сол жолаушы барған сапарынан қайтып, енді алып кетейін десе, жонбас бермепті. Баяғыда сеніңкі болғаны не керек? Менің көзім, қолым үйреніп, бауыр басып қалыппын, бермеймін, дейді екен депті. Бұлшылдамасын, берсін. Кімде-кім болса аманатты сақтар болар, иесі сұрай келсе өзіне қайрар болар дегенде ханама. Хан 2 сөйлесе қара болады, қара 2 сөйлесе қатын деген. Бұл бала жасаған емнің сізбен бізге сақтатқан аманаты емес педі? Аманатын иесі өзі алды. Өзініңкін өзі алды деп өкпелегенде, өкпе жүре ме дегенде хан басын көтеріп алыпты.
Сеніңкі дұрыс екен де, меніңкі бұрыс екен деп, сабасына түсіп, отын оттап, суын ішіп, мал баласын жамыраттырыпты. Сонда бір бозінген жеріп ботасын алмапты. Хан, осы бота аштан өлсе, обалы мойнымда қалады-ау деп, осының ботасын алғызғанға қалыңсыз қыз берер едім деген екен. Сонда баяғы кетбұға 5 саусағын сірімен қаптап алып, күй тартып, хан баласының мән жайын домбыраның күйімен сөйлеп, естіген жұртта езіліп, су болып ағыпты. Інген де есінен танып, балқып кетіп, еміреніп, ботасын емізіпті. Сол күйдің аты бозінген күйі аталып қалыпты. Бала күнімізде Қызылтауда 2 шал тартымпаз еді. Біреуі күлік ақай қиялша, біреуі қақсал отынша. Сол 2 шалдан соң 300-дің баласында солардай күй шертетінді көргенім де жоқ, естігенім де жоқ. Сонда тартымпаз шалдар бозінгеннің күйі, бозайғырдың күйі, орыс қазанды алғанда қатын қызының шулап жылаған күйі, алшағырдың ащы күйі, тәттімбеттің сылқылдағы деп тартушы еді. Жұрт сүйсініп тыңдап, аузының су ағып, мұрнының боғағып жылап отырушы еді. Хан, енді мұның үшін құланнан аламын деп, жұртқа сауын айттырып ат жараттырды. Қыз бозбалаға ор қаздырды. Бозбала кетпен алып жер шабады, тамағын сусынын қыздар даярлап беріп тұрады. Құлан өтпес деген су құлан үшін қаздырылған ор екен. Сонда құлан қуғанда, жұрт көзіне түскен құланнан 5-ақ құлан құтылыпты. Шу бойында сол құланның құтылған жері 5 құлан аталыпты. 2 жүйрік ат бар екен, құланды қойдай иіріп соғатұғын. Бірі еңкей торы ат, бірі аққабақ. Еңкей торы ат өлген жер еңкей атаныпты, аққабақ ат өлген жер қабақ атаныпты. Еңкей, қабақ, құлан, жалақ деген жер аты болып қалыпты. Баласы өлгенде келіні оң жақта отырып қалған екен. Баламды жоқтатпаймын деп келінін оң жағына түсіртіпті. Баласының бір санын тауып алып, соған там салдырыпты. Жошықанның тамы дейді. Онан соң Алашаханның тамын келіні салдыртыпты. Өзеннің жел жағында бір мұралтайдың үстінде келін өз тамын өзеннің ығынан ойпаң жерге салдыртыпты. Атам тамына көрініп тұрмайтын жерде болсын деп. 7 кеңгірді жайлап қыстап жүретін бір найман сөйледі. Алашаханның тамының жоғарғы жағынан бір кірпіш түсіп еді, жазуы бар екен. Қысырау хан ханымның аты Ханбибі деп жазылған екен дейді. Қазақтың қазақ болып көзге түсіп ауызға ілінгені осы Алашаханның хан болып басын қосып біріктіріп орын тептіруінен болған. Сонан бері Алаш ұранды Қазақбайдың баласы жанжал ұрыс төбелес бола қалса, Алаш деп айғай салса, естіген қазақта ес қалмайды. Сонан соң бұл қазаққа асан қайғы хан болады. Ол орнығып тұра алмады. Бұл сарыарқаны кәуір алады. Моламды кәуірдің атының аяғының астында қалдырмаймын деп, малды 3 жыл ту қылып, жиделі байсынға ауып кеткен. Сонан соң бұл қазақ Ноғайлының ханы Әз Жәнібекке қараған. Ол қазақты өз заңына, бетімен жайылған қалпына жіберген. Ұлы жүзге Үйсін аға деп, Үйсіннен датқа сайлап, Жалайырдан көтермеші орынбасар сайлаған. Орта жүзге Арғын аға деп, Арғыннан датқа сайлап, Найманнан оған көтермеші орынбасар сайлаған. Кіші жүзге Алшын аға деп, Алшыннан датқа сайлап, Жаппастан оған көтермеші орынбасар сайлаған. Қарап отырғанда бір бос әңгіме, шыны өтірігін Құдайдан басқа білуші жоқ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының Алашахан жайлы жазып кеткен әңгімесі осымен тамам. Қымбатты көрермен, сіздерге осы бейнеде кесененің іші мен сыртын толық түсіріп көрсетуге тырыстық. Ақиқаты әрине болашақ тарихтың еншісінде. Дегенмен, мұнда келген әрбір қазақ, әр рудың таңбасын көргенде, қасиетті Алаш атты ұранымыздың осы кесенемен байланысы барын іштей ұғынары сөзсіз. Біздің де түсіріліміміз осымен аяқталды. Арнаға жазылып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге Өмір тамаша арнасы Айнұр Бектасқызы.